Көркеумен болған ғажап оқиға. Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, уақиғамыздан қорытынды шығарып, ғибрат алу үшін әрине уақиғаны соңына дейін тамашалаңыз. Онда уақиғамызды бастадық. Гөр қазатын бір адам болыпты. Ол қабірстанда намаз оқитын да, намаз оқымайтын да адамдардың көрін қазып сүйегін жерге қояды екен. Күндердің бір күнінде оның ойына мынадай ой келіпті. Мен намаз оқитын да, намаз оқымайтын да адамдардың көрін қазамын. Бірақ ешқандай да бір ғажап болып жатқан жоқ. Сонда ешқандай да ғажап болмайды екен да. Онда намаз оқудан не мақсат деп ойлапты. Солайша ол намаз оқымауға келісіпті. Өз ойын тұжырымдапты. Ол адамдардың ұялғаннан жұма намазға барады екен. Жұма намаздан бару мақсаты адамдардан ұялғандығы. Бірақ ешқашанда оның намаз оқуға деген ынтасы болмаған. Солайша бір күні қабірстанда көзі ілініп ұйықтап кетіпті. Басын көтеріп қараса, бір топ адамдар оған қарап тұр екен. Және де екі адам келіп оның қолдарынан сүдіреп, беттерін жерге сүйреген екен. Оны сүйреп бір адамның алдына алып келіпті. Ол адам одан сұрапты. Сен мені таныдың ба? Көркеу жауап беріпті. Жоқ, танымадым. Сен менің көрімді қазғансың деп жауап береді. Таң қалып айналасына қараған Көркеу сол сәттердің арасында анасын көреді. Анасы баласына қарап, сен мені таныдың ба деп сұрайды. Я деп жауап береді баласы. Танысаң жақсы деп бетінен бір шапа тұрады. Тағы да сұрайды. Сен мені таныдың ба? Я таныдым анашым деп жауап береді. Сонда анасы және бір шапа тұрады. Анасы баласына қарап, балам, сен осы қашан намаз оқисың? Сенің намаз оқымауың мына моладағы адамдардың арасында өсек ғибат болып жүр. Мен сол сұхбаттардан шаршадым. Сенің көркеу қазып адамдардың сүйегін мәйітін жерге қоюың мен, бірақ намаз оқымауың алдында менің тілім қысық болды. Менің жүзім жерге қарады. Деп анасы жыламсырайды. Қорыққаннан ұйқысынан оянып кетіп, астафыраллах, астафыраллах, астафыраллах деп 3 рет айтады. Сол сәттен бастап бала намаз оқуға тырысады. Себебі Алла тағаланың көрсеткен бір ғажабаты осы болар деген тұжырымға келді. Осы сәттен бастап бала намаз оқиды. Автордың айтуы бойынша намаз оқуға деген ынта болуы үшін бір ғажап болуы шарт екен. Осы уақиғадан ғибрат алған болсаңыз, және де осы хикаямыз сізге ұнаған болса, бізге жазылыңыз, және де лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Назарларыңыз үшін рахмет.